Ассаляму алейкум. Бүгін біз осы жылдың ең танымал десерті милка дайындаймыз. Ұзақ уақыт бойы оны дайындауға батылым бармады. Өйткені маған қиын болып көрінді. Бірақ іс жүзінде бәрі басқаша болып шықты. Дайындау өте қарапайым, ең бастысы бәрін рецепт бойынша жасау керек. Сонда нәтиже сізді міндетті түрде қуантады. Бисквиттен бастайық. 2 жұмыртқаны терең ыдысқа салыңыз. Оған 220 грамм қант қосыңыз. Жақсылап шайқап шығу керек. Масса ағарып, үлпілдек болу керек. Енді оны әзірге шетке қоя тұрып, 200 грамм ұн алыңыз. Оған 1 шай қасық сода, 1 шөкім тұз, 1 шай қасық қопсытқыш ұнтақ және де 40 грамм какао қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Әзірге оны да шетке қоя тұрамыз. Стақан алып, оған 150 мл сүт және 50 мл сұйық майын құямыз. Араластырып қояйық. Енді құрғақ және сұйық ингредиенттерді 3 сатыда негізгі қамырға кезекпен қосамыз. Әр уақытта жақсылап араластырамыз. Соңында қайнап тұрған суды құю керек. Қамырды пісірме табаққа қойыңыз. 180 градус пешке 35 минутқа пісіруге саламыз. Осы уақытта бірінші пломбир кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм 25% қаймақ алыңыз. Оған 2 жұмыртқа қосамыз. Содан кейін 130 грамм қант ұнтағы және 35 грамм крахмал саламыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырыңыз. Содан кейін оны су буына қою керек. Скрибокпен үнемі араластырыңыз. 5 минуттан кейін масса қалыңдай бастайды. Осы кезде пештен алыстамау маңызды. 3-4 минуттан кейін крем толығымен қалыңдайды. Енді отты өшіріп, 180 грамм май қосамыз. Жақсылап араластырыңыз. Кастрюльден шығарып, суығанша қалдырамыз. Екінші крем чизді дайындайық. Терең ыдысты алыңыз да, соған 250 грамм сүзбе қосыңыз. Содан кейін бізге кемінде 33% майлылығы бар кілегей қажет. Сүзбені де, кілегейді де салқындатылғаны жөн. «170 грамм қоюландырылған сүтті қосыңыз. Және барлығын венчикпен жақсылап араластырыңыз. Кремді жақсылап шайқау үшін миксер немесе блендер қолданған дұрыс. Нәтижесінде сіз көбік тәріздес крем аласыз. Енді осыған салқындатылған пломбир кремін қосып, ақырын араластырамыз. Крем дайын, оны тоңазытқышқа салып қоюға болады. Ганаш жасайық. Мұны істеу үшін сізге кем дегенде майлылығы 33% мөлшері кілегей қажет. Сонда 350 грамм кілегейді терең, отқа төзімді ыдысқа құйыңыз. Енді кілегейді жақсылап қыздырайық, бірақ қайнатпаңыз. Ыстық массаға 250 грамм қоспасыз қара шоколад қосыңыз. Барлық шоколадты жақсылап араластырып, ерітіп қоямыз. Ганаш дайын, оны әзірше қоя тұрыңыз. Бисквитіміз бұрыннан піскен және салқындап қалған. Енді сіз оны ұнтақтауыңыз керек. Оны қолыңызбен немесе блендермен жасауға болады. Ал енді десертті жинауға кірісейік. Ол үшін мен мөлдір ыдысты алдым. Түбіне бисквиттің үгіндісін саламын. Оны міндетті түрде жылы сүтпен сіңдіріп қою керек. Кесілген бананды үстіне саламыз. Содан кейін кремнен қалың қабат қылып жағамыз. Енді тағы да жидектер қосайық. Мысалы үшін құлпынай. Бисквиттің үгіндісін қайтадан себіңіз және сүтпен сіңіріп қойыңыз. Кремнің екінші қабатын жағып, оны ақырын тегістеңіз. Үстінен ганаш құйып қою қалды. Қақпақты жауып, тоңазытқышқа салыңыз. Десертіміз жақсылап сіңіріп, ганашты аздап қатайтыңыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша безендіріңіз. Мен күріш пен шоколадты шарларды, бадам үлпектерін және жидектерден құлпынай мен қара жидекті қолдандым. Көрсетілген ингредиенттерден менде 4 порция шықты. 2 үлкен және 2 орта. Кішігірімде мен бір қабатта кілегей мен бисквит жасадым. Бұл десерт менің кез келген дәмін татып көргеннен ең кереметі. Бұл соншалықты нәзік, осындай ерекше жидек дәмі бар, өте дәмді. Сіз оны міндетті түрде дайындаңыз. Милка десерті мерекелік дастарханның шынайы безендірілуіне айналады. Ал қонақтар сіздің керемет үстеліңізді ұзақ уақыт есінде сақтайды. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.